6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бұл сиқырдың күші оны ұзақ уақыт бойы назарда ұстасаң ғана әсер етеді. Ей, жоқ, Рейнбоу Дэш. Бұл пони бүкіл уақытын ұшуға жұмсаса, ертең ғажайып найзағайдың тарихы пәнінен емтиханды қалай тапсырады? Қазір жанына ұшып барамын да, оның оқуға деген немқұрайлығы туралы ойындағының бәрін айтам. Өзі де таң қалатын шығар. Тосын сый. Не? Бірақ сен қалай? Қой, енді Твайлайт, ең сорақысы осы болды. Не? Маған жақтырмай қарағаныңды көрдім. Осылай қарай ұшып келе жатып, мұрныңның астынан бірдеңе деп міңгірлегеніңді естіп қойдым. Демек, менің не айтқанымды білесің ғой. Иә, ғажайып найзағай тарихы пәнінен болатын емтихан туралы айттың. Оны ғой түкке тұрмай. Жоқ, олай емес. Түкке тұрмай деуге болмайды. Бұл емтихан. Сенің ғажайып найзағайлар қатарына енетін енбейтінің осыған байланысты. Егер қатарына енсең, арманың орындалып ғажайып найзағайға айналасың. Бұл сенің өміріндегі ең маңызды емтихан. Твайлайт, елдің бәрі емтихан үшін сен сияқты уайымдамайды. Мен емтихан үшін уайымдап тұрған жоқпын. Рас па? Бай балам салатының сонша, Твайлайт, бүкіл жерді басыңа көтересің. Иә, мен өз емтихандарыма ерекше мән беріп қарайтыным рас. Бірақ бұл сен емтиханға дайындалмасаң не болады деген сөз емес. Және мен саған кімнің басқалардан да жақсы көмектесе алатынын білем. Ол мен. Бұл өте көңілді дайындық болмас. Әрине, өте көңілді. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, шын жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony, достық жеңілмейтін күш. Рейнбоу Дэштің емтиханға дайындығы. Ой. Бұл ғажайып найзағайлардың ең жақсы әрі ең үлкен оқулығы. Жарайды, бірақ мұның ішіндегі білімді мұна жерге қалай алып келем? Бақылауға арналған сұрақтар тізімі мен әрине. Әрине. Алдымен оқу және сары түспен бояп қою. Оқу және бояу кез келген нәрсені оқып үйренудегі негізгі әдіс. Ол студенттің не нәрсенің шынымен маңызды екенін анықтауына, керектіні керексізден айыруына, дәнді қауашағынан ажыратуына және негізгі түйінге жетуге мүмкіндік береді. Мұны қалай іске асырып жатыр екенсің? Бәрін бояй берсең, дәнді қауашықтан ажырата алмайсың. Және керек нәрсені керексіз нәрседен ажырата алмайсың. Және мен мұндай ұзын бойлы емеспін. Жарайды, Рейнбоу Дэш. Бояп отырып оқу саған жарайтын оқу әдісі емес екен. Қане ескі әдіске көшейік? Тарихтан лекция оқимыз. Я, Рейнбоу Дэш? Тамақтанып алатын уақыт келген сияқты. Жоқ. Үзіліс. Жоқ. Бәлкім ғажайып найзағай тарихы жайлы фильм көрерміз, Жоқ. Ал енді ыңғайланып отыр да, рахаттанып тыңда. Селестия мен Ай ханшайымның араздығына дейін жердегі пони күзетшілерге жалғыз мүйізге, қанатты аттарға деген қажеттілік болған жоқ. Бірақ Ай ханшайым қуғынға ұшырағаннан кейін понилердің қорғаушы жасақтары пайда болды. Селестияның алғашқы мерекелік жиыны өткізілді. Бұл салтанатты шараны өткізуге көмектесу үшін Firefly генералдың жетекшілігіндегі әуе сарапшыларының тобы таңдап алынды. Олардың алғашқы көрсетілімінің әсерлі болғаны сонша көпшілікке сиқырлы найзағайлар төгілді. Понилердің бәрі таңданыс білдіріп тәнті болды. Кейін генерал Firefly'дың келісімімен оларды ғажайып найзағай деп атады. Рейнбоу Дэш, менің айтқандарымнан бір нәрсені қайталай аласың ба? Тарих сабағынан лекция. Жоқ. Жарайды, Рейнбоу Дэш. Рейнбоу Дэш. Мен мұндамын. Қане, менің ең сүйікті оқу әдісіме көшейік.
карточкалар. Демек, бәрін әп-сәтте жаттап аламын ғой. Солай деп сенейік. Перпл Дарт мырза, ғажайып найзағайлардың көшбасшысы, селестиялық дәуірде атағы жер жарған. Рейнбоу Дэш, не болғанын көрдің бе? Жоқ, көрмедім. Бар назарым сенің үйрету әдісіңде болды. Ғажайып найзағайлар Селестия ханшайымның ресми жасағына айналғаннан кейін құрметке ие болып. Қолға түстің бе бәлем? Түсінбедім. Ғажайып найзағайдың бастапқыдағы белгісі? Әй! Рейнбоу, мені жарақаттай жаздадың ғой. Қағаз шармен бе? Қойшы енді. Мынауың көзге тисе күлетін шамаң болмас. Ақыры секеңдеп жүр екенсің, онда емтиханға дайын боларсың. Солай болар. Несі бар, онда бақылау жұмысына да дайын боларсың. Қане? ZAP сөзінің мағынасы қалай болады? Пісірілген әрни бәліші. Ал әуе жасағы алғаш рет Селестияның нан мерекесінде шықты. ғажайып найзағай атауын осы пырақ ойлап тапты. Ол кім? Тек Вафли мырза деме. Дәл өзі, Вафли мырза. Сонымен, емтиханды тапсыра алдың ба, жоқ па? Тапсыра алмадың. Бірде-бір дұрыс жауап айтпадың. Не? Сонда қалай? Білмеймін. Ондай жауаптарды ешқашан естіген емеспін. Бәрі тек тамақпен байланысты. Егер бүгін емтихан алса, ғажайып найзағайлар қатарына ену арманым орындалмас еді. Енді не істесем екен? Уақыт аз қалды, ал мен тарихты білмеймін. Твайлайт! Емтиханнан құлайтын болдым. Мен құлаймын. Бәріне сен кінәлісің. Мен кінәлімін бе? Мен саған көмектесіп жатырмын ғой. Бәлкім сенің оқыту әдістерін кереметтей жақсы емес шығар, ұстазым. Кешір, бірақ мен бұл әдісті талай емтиханға дайындалу үшін қолданғанмын. Иә, әрине. Сен ғажайып найзағай көшбасшысының атын білесің бе? Әлгі Изи Гайлдер командир. Жасақта о баста қанша пырақ ұшқанын білесің бе? Енді Жетеу. Селестия ханшайымның ұшқыш мүсіні қайсы екенін білесің бе? Күнге сәлем берген Икар. Көрдің бе? Мен емтиханды тапсыра алар едім. Тамаша, енді мұны өмір бақи айтасың ба? Бірақ мен неге бұл түкке тұрғысыз емтиханды тапсыруым керек? Мен ең жақсы ұшатын пони екенімді дәлелдегенмін. Рейнбоу, олардың тарихын білудің және бүкіл эквестерге таныстыра алуға қабілетті болудың маңыздылығы бұдан кейін емес. Дұрыс айтасың. Тарихшылар бұның бәрін бізді ұшқыш пониларды кемсіту үшін жазып шыққан шығар. Біле білсең, тарихты білу өте пайдалы, Рейнбоу Дэш. Ақылды сымақтар үшін пайдалы шығар. Қыздар, бірақ олар тарихты да білет, ұша да алады. Бәлкім мен ғажайып найзағай болуым керек шығар. Қанатың болса, ұша аласың деген сөз емес. Қыздар! Сен жерден әрең көтерілесің. Қыздар, жетет! Құрбылар осылай сөйлесуші ме? Кешір. Иә, сен де кешір. Сендердің бұда маңызды шаруаларың жоқ бет, мысалға Рейнбоуды емтиханға дайындауға болады. Дайындап көрдім, бірақ оған менің оқу әдістерінің ешқайсысы жарамайды. Несі бар? Сен ренжіме, Твайлайт. Бірақ мен Рейнбоу Дэшке қалай көмектесу керектігін білем. Бұл кім? Селестия және Ай ханшайымының бақытты кездері. Ал енді не болады? Гамми, жердегі пони, Вайнона жалғыз мүйіз, ал Тэнк пырақ. ZAP ханшайымды қорғауға көмектеседі. Мұның бәрін қалай ажыратасыңдар? Жоқ! Тоқта! Бұл... Керемет болды. Мен оған 3 рет юху деймін. Және есептен болу үшін тағы да уху деймін. Ал мен не десем екен? Немене дейм? Мен әбден шатасып қалдым, және үйге қайтқым келеді. Саған ештеңе жақпайды екен. Кейбір понилер театрлық қойылым арқылы үйренеді, басқалары музыкалық шығарма арқылы. Ұқтың ба?
көп шеберлік пен күшке толды. Найзағайлар, 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 найзағайлар. Мен бүгін алғаш рет рэп орындадым. Қалай, бәрін түсіндің бе? Я, Пинки Пай. Вики, анандай генерал, мынандай полковник. Олар ғажайып найзағайларға бірдеңе берді. Сөйтіп бір қақпен тербелді. Мұның сұмдық екен. Не? Жоқ. Шынымен бе? Бірақ мен бұл тақырыпты түсініп алуым керек. Дәл қазір. Саған көмектесе алатын пони мен ғана. Рэрити, сен сондай күлкілісің. Саған көмектескім келгендіктен бұл сөзіңді елемеуге тырысайын. Онда сәттілік тілеймін. Дайым бол, Рейнбоу Дэш. Өйткені мен сені өзімен бірге сән әлеміндегі шытырман оқиғаларға саяхат жасауға алып кетпекпін. Қазір менің үстімде ғажайып найзағайдың тартымсыз әрі тікенекті костюмінің түп нұсқасы. Бақтымыз орай, Флер де Мейердің көрегендігінің арқасында бұл киімдер анағұрлым сәнді алматалары барынша ауа өткізетін маталармен тігілді. Әрине, әртүрлік дизайнерлік жаңашылдықтар және үлгілер болды. Мұна сұмдық шалбарды қараш. Сонда бұлар не ойлаған? Қараш өзің. Генерал Флэштің бұл киіммен жарқырап шыққанына күмәнім жоқ. Сен Пинкисің бе? Әрине, дәл өзім. Айтайын дегенім, ғажайып найзағайдың 10-шы жетекшісі генерал Флэш емеспін. Ал мен 7-ші жасақтан адмирал Фейрфлайтпын. Командир Изи Глайдерді де таныған шығарсың. Ал мен Перпл Дарт мырзаның киімін киіп жүрмін. Бізге қараш. Бері қара. Маған қара. Мыналарын тым артық қой. Уайымдама, Рейнбоу. Бұл түкке тұрғысыз киімдер маған да ештеңе үйретіп жарытпайды. Рас па? Ал сенің оқып үйренуге қатысты қандай ерекше әдісің бар, Эпплджек? Ешқандай. Ой. Алманың тарихына қатысты бәрін айтып бере салар едім. Бақта өзімнің сүйікті ісіммен айналыса жүріп, жылдар бойы білім жинадым. Емтиханға қанша уақыт бар? 12 сағат. Я, сенің орныңда болғым келмес еді. Меніңше оқытудың ескі әдісіне көшкеніміз жөн. Қойылым қойса қалай қарайсыңдар? Мұна костюмдерге қараңдаршы. Ішкі жан дүниеңнің ғажайып найзағайлармен бір байланысы болу керек. Смит әже Филадельфияда Грэмми Смит сұрапындағы алманы құлын кезінде жасап шығарған. Командир Изи Глайдер жетекшісі болды. Пинки, рэп оқығанды қойшы, Рейнбоуға одан пайда жоқ. Алдыңдағы қағаз қаламыңды таста. Ол көмектесе алмайды досымызға. Рейнге, қойшы. Бұл рэп ұнайды. Мен тыңдағым келіп Қойшынды. Рэпте қағаз қаламды костюмдерді керек емес. Қойылымның да керек жоқ. Алмаңды да қоя сал. Мен бұл емтиханды ешқашан тапсыра алмайым. Ешқашан. Бұл туралы ұмытыңдар. Рейнбоу, мен қатты өкінем. Сені ренжіткіміз келмеп еді. Бәрі жақсы. Сендер бар болғаны көмектесуге тырыстыңдар. Мен ештеңе үйрене алмайтын ақмақ болармын. Сен ақмақ емессің. Тек басқаша үйренесің. Басқаша деп миыма ештеңе қонбайтынын айтып тұрсаң, онда сен дұрыс айтасың. Жоқ, сен қателесесің. Көрдің бе? Тағы да қателестім. Мысалға, Дэринг Ду туралы сенен көп оқыған бірде-бір пониді білмеймін. Бұл ғажайып найзағайлар қатарына енуге көмектеспей. Ал әзіл айтып сауық кешін ұйымдастыру жағынан сен мен Пинки ғана бақтала салады. Тамаша. Сайық мазақ ретінде жұмыс істегенім білім алуыма кедергі жасады. Менің айтпағым бұл емес. Сен ақылды, шығармашылыққа жақын тапқыр. Ей, ренжігеніңді білем, бірақ бұлай істеудің қажеті не? Мә, саған соғылып қала жаздадым ғой. Иә, көп сөйлегенің сонша байқамай қалдың. Ал сен оны қалай байқап қойдың? Осы уақыт бойы мені тыңдап, әңгімелесіп ұшып келе жаттың ғой. Тәрбиелі ұшқыш бір мезетте бірнеше тапсырманы қалай орындау керектігін біледі. Ұшып бара жатқанда ма? Бұл өте маңызды. Иә, сенмен сөйлескенім рас. Бірақ сол уақытта еш қиындық болмас үшін аспан мен жерді бақылап келе жаттым. Рас па? Ұшу деген жай ғана қалықтап ұшу емес. Ол қауіпсіздігің үшін ұсақ-түйектің бәрін естіп көріп келе жатуың керек. Мысалға, мен Apple Bloom, Балақай Белл және Скуталудың тәттілер сататын дүкеннен шығып келе жатқанын көрдім. Бет ауыздарына қарағанда олар сәбіз қосылған кек жеген, ал Биг Мак алманың бір арбасын Филзеричке сатқан сияқты. Өйткені оның риза болып дегенін естідім. Мен ұшып келе жатқанда бәрін байқайым. Бұл қиын емес. Жоқ. Не болды? Менің кетуім керек.
Иә, түсінем. Менде мұндай жолы болмайтын понимен араласқым келмес еді. Иә. Кездесуге келіскендеріңе рахмет. Не болды, Твайлайт? Рейнбоу Дэшке көмектесуіміз керек. Иә, бірақ қалай? Оқытудың бар әдісін қолданып көрдік. Менің де, сенің де. Бірақ біз Рейнбоу Дэштің өз әдісін пайдаланып көрмедік. Қызық екен. Жарайды, понилер, тыңдаңдар, жоспар мынандай. Сәлем, Рейнбоу Дэш. Мен ұшқың келе ме? Әрине, басқа не істеймін. Бірақ біз жаңа ғана аштық емес пе? Иә, бірақ өзің айтқандай мен жаңадан үйреніп жүрмін ғой. Және маған көбірек тәжірибе жинау керек. Иә, көп замай мықты ұшқыш болатыныңа сенем. Түптеп келгенде сенің қолыңнан бәрі келеді. Сонымен, не боп қалды? Ештеңе, арманымның орындалмағанына көндігуге тырысып жүрмін. Соңғы уақытта қандай жақсы кітаптар оқыдың? Тарихи кітаптар ғана. Саған олардың не туралы екенін айтып беретін едім, бірақ менің миыма ештеңе қонбады. Айтпақшы, сен Пинки Пайдың тас фермасында өскенін білесің бе? Қолымнан ештеңе келмейді ғой. Мүмкін мен де өмір бойы сол жақта жұмыс істейтін шығармын. Қойшы енді, Рейнбоу, арманыңнан бас тартпа. Менің арманым ешқашан орындалмайтындай. Мүмкін аяқ киім тазалап, қалпақ сатуды, арық қазуды үйренермін. Немесе ғажайып найзағайға айналарсың. Қойшы енді, Твайлайт. Мен осы тағдырға мойынсындым. Сонымен, ұшып келе жатқан сәтімізден не есіңде қалды? Маңызды ештеңе есімде қалған жоқ. Айханшайым айға қуылғаннан кейін Селестияға қорғаныс қажет болғаны ғана. Сондықтан жердегі понилер, жалғыз мүйіз және пырақтар Зейпи қорғаныс жасағын құрды. Иә? Ал әлемнің алғашқы Селестия жылын мерекелеу кезінде генерал Файрфлай бастаған жасақ өнер көрсетті. Және бұл жасақ кейін ғажайып найзағай деген атқа ие болды. Командир Изи Глайдер бүгінгі күнге дейін қолданылатын ғажайып найзағайлардың ұшатын пішіндерін жасады. Иә! Мен тарихты біледі екем. Мен бәрін білем. Бірақ бұл қалай болды? Сен мұны түсініп алдың. Иә, ол түсінікті ғой, бірақ қалай? Алғаш рет ұшқан кезімізде сенің айналада болып жатқанның бәрін байқап қоятыныңды білдім. Ол жағын ойламады. Әлі түсінбедің бе? Мен сенің бұл ерекшелігіңді пайдаланып, понилердің бәрінен ғажайып найзағайдың тарихын оқып білуге көмектесулерін өтіндім. Мен Селестия ханшайым, сені, яғни Айханшайымды айға қуамын. Жердегі понилер! Жалғыз мүйіз Пырақтар! Зи! Эй! Би! Иә? Қане, алғашқы Селестия жылын атап өтейік. Иә, көңіл көтерейік. Мен генерал От Файрфлаймын. Менің костюмым тікенекті әрі тартымсыз екен, бірақ мен керемет ұшқыш тобын жинаймын. Оларды ғажайып найзағайлар деп атаймын. Флэр демер, керемет стиль. Адмирал Фейрвезер. Полковник Пёрпл Дарт. Адмирал Фейрфлайт. Генерал Флэш. Командир Изи Глайдер. Ғажайып найзағайлар тарихы. Мәссаған, мен бәрін жаттап алдым. Рахмет, барлығыңа көп рахмет. Ойқасы жоқ, бірақ мұның бәрі өз еңбегің. Сен өзіңнің білім алып жатқаныңды байқамайды қалдың. Бар назарыңды ұшуға бағыттайсың, бірақ миың басқа ақпараттарды сіңіріп жатады. Шын мәнінде бұл керемет нәрсе. Мен керемет екенімді бұрыннан білетінмін. Рейнбоу Дэш ақыры ғажайып найзағайлардың тарихын біліп алды. Бірақ ол оқып үйренуге мұқтаж жалғыз пони емес еді. Мен де маңыздылығы одан кем түспейтін бір нәрсені білуім керек болды. Оқытудың бірде-бір әдісі екіншісінен артық емес. Жеме-жемге келгенде бәріміз ерекше әрі бірегей пониміз.
Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм.